Қазақ салтында құда түсіп, сөйлесіп, құдалық бекіскенде, қыздың әке-шешесі құдаларының алдына келіп, малға бата жасатады. Ақ сары бас қойын сояды. Мол ет асады, кәделі жілігін түгел қалдырмай асады. Көрші қоландарын қалдырмай шақырады. Алдымен езіліп піскен қойдың май құйрығын әдемілеп ұсақтап турайды да, оның үстіне шала піскен қойдың бауырын ұсақтап турап араластырады. Оның үстіне азырақ ырымдап ақ ыдыстан айран құяды да, құдалардың алдына әкеліп қояды. Құйрық бауыр жедік, құдай дестік, құда болдық деп, құдалықты осы кәдемен бекітеді. Оны қазақ кәдесінде құйрық бауыр деп атайды. Құйрық бауыр жеуде екі жақ бауырдай жақын, құйрықтай тәтті болыңдар деген наным ырым жатыр. Қазақ ырымында құдалық бекіспей тұрып, әсте құйрық бауыр жемейді. Құдалық бекіп, құйрық бауыр жескен соң, екі жақта әсте айнымайды.